Сәлем достар, оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін мен осындай ысталған ет қосылған палау пісірдім. Пісірілу жолын білгіңіз келсе, осы видеоны соңына дейін көріңіз. Ұнаса лайк басып, пікір қалдырыңыз. Арнаға тіркеліп қойыңыз. Палауды ең бірінші етті асудан бастаймын. Менде мына жерде сүрленген ет. Бұны солтүстік Қазақстанда жақсы сүрілейді. Кәдімгі аршамен, солай орманның ағаштарымен сүрілейді. Сүрленген осы етті 2-3 сағат қайнатудан бастаймын. Бұл ет әбден қаны аққан, тұздалған, кеуіп, сосын барып ысталғандықтан бірден мен ыстық суға салып бастадым, және 1 шай қасық тұз қосамын. Себебі сорпасын біз қазір палауды пісіруге алатын боламыз. Сол кезде өте дәмді палау шығатын болады. Қазанға молдау етіп сұйық май қоямыз. Енді май қызған кезде кәдімгі жас етті ірі етіп турап алып қуырамыз. 4-5 минут қуырғаннан кейін оған 3-4 бас пиязды турап бірге салып қуырамыз. Пиязды салған кезден бастап пешті орташа отқа қойып қоюымызға болады. Ет пен пияз орташа отта жақсы қуырылды. Енді орта жерін кішкене ашамын да, барлық суы тартылған кезде 1 шай қасық палауға арналған дәмдеуіш қосамын. Араластырамын. 2-3 минут бойы осы орташа отта қуырамын. 2-3 минут қуырылғаннан кейін сәбізімізді саламыз. 2 сәбізді ұзынша етіп турап, жауып, орташа оттан төмен деңгейге қойып, 1-10 минут көлемінде бұқтырамыз. Сәбіз кішкене бұқтырылғаннан кейін күрішті суы мөлдір болғанша жуып аламыз. Салқын сумен және қазанымыздың бетіне саламыз. Бетін тегістейміз. Және қайнап жатқан ысталған еттің сорпасынан алып, бетін жауып тұратындай етіп құйып шығамыз. Суын құйып алғаннан кейін кішкене астына су баратындай етіп тесіктер жасаймыз. Бірақ араластырмаймыз. Тегістеген соң пешті жоғары деңгейге қойып қайнатамыз. Осы беті ашық тұрған күйінде қайната береміз. Осылай қайнап, суы тартыла бастаған кезде беткі қабатын төменге қарай ақырын ғана араластырамыз. Бетін ауыстырып алған соң, бетін астына қарай ауыстырдық. Қақпағын жауып, пештің отын ең төменгі деңгейге қойып, 15 минутқа қалдырамыз. Бұған дейін қайнатып жатқан ысталған ет әлі қайнап жатыр. Тамағымыз пісті. Көреміз. Енді 10-15 минут пештің табынан да алып, кішкене күтеміз. Қайнап жатқан етті судан шығарып, яғни сорпасынан шығарып, суытамыз және жұқалап тураймыз. Етті турап болдық. Енді тамағымызды салып аламыз.
Палауымызды салып алғаннан кейін оның бетіне турап қойған ысталған піскен етімізді саламыз. Сонымен ысталған ет қосылған палауымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын.